ас мәзіріне қарасақ, мына тұста дұрыс жазбаған сияқты. Қалай ойлайсыздар? Иә, мына тұста симай қалған сөздерді жиектен шығарып жазуға болмайды. Оны не істеу керек? Әрине, оны тасымалдап жазу керек еді. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тасымал. Бүгінгі сабақтан сіздер сөзді дұрыс тасымалдауды үйренесіңдер, тасымалдауға болмайтын сөздерді анықтай аласыңдар. Олай болса, балалар, бейнефильмге назар аударыңыздар. О, Томнан хат келді. Не жазыпты? Сәлем, Алан және Дана. Қал, жағдайларың қалай? Демалыстарың қалай өтіп жатыр? Астанада ауа райы қандай? Ауылға бардыңдар ма? Мен ата-анама сендер туралы айттым. Олар маған жазғы демалыста Қазақстанға баруыма рұқсат берді. Көріскенше, Том. Алан аға, Том, ауа, ауыл, ата және олар деген сөздерді дұрыс тасымалдамапты. Дұрыс айтасың. Ол аны жолдың соңына қалдырып, уыл деген буынды келесі жолға шығарыпты. А буынын неге жолдың бойында қалдыруға болмайды? Өйткені бұл буын жалғыз дауысты дыбыстан құралып тұр. Жалғыз дауысты дыбыстан құралған буынды жол соңында қалдырып, тасымалдауға болмайды. Том бұл сөздерді буынға дұрыс бөлген, бірақ дұрыс тасымалдамаған ғой. Дана, мен саған сөздер айтам. Сен оларды бірінші буынға бөл, одан соң дұрыс тасымалын айт. Мысалы, ойыншық, етікші, арыстан, инелік, орындық, ірімшік. Ойыншық, ойыншық, етікші, етікші, инелік, инелік, орындық, орындық, арыстан, арыстан, ірімшік, ірімшік. Жақсы, Дана. Буынмен тасымалды жақсы түсініпсің. Енді Томның хатына жауап қайтарайық. Сәлем, Том. Біздің хал жағдайымыз жақсы. Ауылдан жақында оралдық. Бізде ауа райы тамаша. Өзіңде басқа қандай жаңалықтар бар? Астанаға келуіңді асыға күтеміз. Ата-анаңа бізден сәлем айт. Сәлеммен Алан және Дана. Жақсы балалар, тасымалдауды түсіндіңіздер ма? Қалай тасымалдау керек, қалай дұрыс тасымалдау керек туралы бейнефильмнен үйрендіңіздер. Солай ма? Жақсы, олай болса, бізге даяшы ас мәзіріндегі симай қалған сөздерді тасымалдап қойыпты. Дегенмен біз оны тексеріп көрейікші. Мүмкін ол дұрыс тасымалданбаған шығар. Қалай ойлайсыздар? Кәнекей назар салайық. Суға пісірілген жұмыртқа, сұлы ботқасы, күріш ботқасы, сүт қосылған қарақұмық ботқасы, майлылығы төмен сүзбе, бұқтырылған көкөніс, буда пісірілген көкөніс. Дұрыс тасымалданған және дұрыс тасымалданбаған сөздерді анықтайық. Анықтап болдыңыздар ма? Олай болса, кәнекей, өзімізді тексеріп көрейік. Кәнекей, яғни пісірілген сөзі дұрыс тасымалданбаған екен. Сіздерде де солай ма анықтағандарыңыз? Жақсы. Ботқасы. Дыбыс өзі жалғыз қалып қойыпты. Ол дұрыс па? Дұрыс емес. Ары қарай. Ботқасы. Кәнекей, тасымалдап көрейікші. Ботқасы. Дұрыс тасымалданған екен.
Сүт қосылған қарақұмық ботқасы. Бот дыбысы өзі жалғыз қалып қойыпты. Олай бола ма? Біз буын арқылы тасымалдау керек еді. Иә, сонда ботқасы. Яғни бот бірінші буын сию керек еді, ары қарай ботқасы деп алу керек еді. Жақсы, ары қарай майлылығы төмен сүзбе. Төмен сөзі дұрыс тасымалданған екен. Келесі, бұқтырылған көкөніс. Көкөніс дегенде тағы да бір дыбыс қалып қойыпты. Бұл дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Келесі сөзге назар аударайық. Буда пісірілген көкөніс. Пісірілген дұрыс тасымалдаған ба? Әрине пісірілген. Жақсы, олай болса, мынау біздің қызылмен белгіленген дұрыс тасымалданбаған сөздерді дұрыс тасымалдап көрейікші. Тасымалдадыңыздар ма? Жақсы, онда өзімізді тексерейік. Пісірілген. Дұрыс па? Сендерде дәл осындай ма? Жақсы. Ботқасы. Яғни, бұл буында бір дауысты дыбыс бар. Солай ма? Жақсы. Ары қарай. Мынау бізде дұрыс болды. Келесі сөз. Ботқасы. Келесі сөз. Төмен бізде дұрыс болды. Көкөніс. Көкөніс. Пісірілген. Пісірілген. Өздеріңізді дұрыс тексердіңіздер ме? Дұрыс тасымалдадыңыздар ма? Жарайсыздар, балалар. Олай болса, балалар, ас мәзірі дайын болса, осы кафеде даяшы ас мәзірін кімге беруші еді? Әрине, келушіге береді. Ал даяшы үнемі осы келушілермен жұмыс істейді. Ал келуші мен даяшының арасында үнемі әртүрлі жағдаяттар болады. Кәнеки, келуші мен даяшының арасындағы жағдаяттарға назар салайық. Даяшы мен келуші арасындағы жағдайлар сіздерге берілген. Әдеп сақтай отырып, жағдаяттан шығу жолын анықтап көріңіздер. Бірінші жағдайда даяшы келушінің тапсырысын естімей қалды. Ол бұл кезде не істеу керек? Ары қарай. Екінші жағдайда даяшы келушіге уақытылы әкеліп тұр өзінің тапсырысын. Бұл кезде келуші даяшыға не деп айту керек? Қандай әдептілікті сақтау керек? Үшінші жағдайға назар салайық. Үш келуші келіпті, екеуіне уақытылы әкеп, үшіншісіне даяшы кешіктіріп әкеліпті тапсырысын. Бұл кезде даяшыны қандай сөз айту керек екенін анықтап көріңіздер. Төртінші жағдайға қарайық. Мына кезде келушілерге кофенің дәмі ұнамапты. Яғни, ол дәмі ұнамай және оған сүт аз қосылған туралы айтылған. Яғни, бұл тұста даяшының іс-әрекеті қандай болу керек? Анықтап көрдіңіздер ме? Жақсы, олай болатын болса, бірінші жағдаятқа назар салайық. Даяшы келушінің тапсырысын естімеді. Даяшы не деп айтуы керек? Жақсы, кешірім сұрау арқылы тапсырысты қайта сұрау керек. Солай ма? Жақсы. Келесі. Екінші жағдаятқа назар салайық. Даяшы тапсырысты уақытында әкелді. Келуші не деп айтуы керек? Әрине, алғысын білдіру керек. Рахмет айту керек. Оның еңбегін сыйлау керек. Бұл да әдептіліктің бір жағы. Үшінші жағдаятқа назар салайық. Үшінші жағдайда даяшы тапсырысты кешіктіріп әкелді. Ол бұл жағдайда не деп айтуы керек? Әрине, келушіден кешірім сұрау арқылы тапсырысын ұсыну керек. Сіздерде де дәл осындай ма жағдаяттың жауабы? Жарайсыздар. Енді келесі жағдаятқа назар салайық. Төртінші жағдаятта келушілерге кофенің дәмі ұнамады. Даяшы не істеу керек?
Әрине, бұл тұста келушілер даяшыға дауысын көтеруі мүмкін, жағымсыз болуы мүмкін, иә? Бірақ та даяшы әдептілікті сақтай отырып, сабырлық танытып, келушілерге сыпайы жауап беру керек. Яғни кешірім сұрау керек, тапсырысты қайтып орындап әкелуіне ұсыныс білдіруге де болады. Солай ма? Жақсы, жарайсыздар балалар. Балалар, жағдаяттан шыға алсаңыздар, сіздер не деген әдепті балаларсыздар. Кафеде өздеріңізді қалай ұстау керектігін білесіздер. Және де балалар, тамақтың сапасымен қатар қарым-қатынастың да жоғары болуын қадағалау керек. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Келесі тапсырмада тасымалдауға болмайтын сөздерді анықтайық. Шие, сүт, ас, келуші, даяшы, өрік, мәзір, аспаз, нан. Берілген сөздердің қайсы тасымалданбайды? Анықтадыңыздар ма? Жақсы, олай болса, өзімізді тексеріп көрейік. Тасымалдауға болмайтын сөздер. Шие. Яғни, ши, е деп буындаған кезде, е дыбысы бізде екінші буын болып табылады. Бірақ та оны жалғыз дауысты дыбысты тасымалдап қалдырып кетуге бола ма? Әрине болмайды. Нан. Бұл жерде бірақ буын ғана. Сол себепті тасымалданбайды. Сүт, бірақ буын ғана. Ас, бірақ буын ғана. Өрік, яғни жалғыз өзі қалып тұр. Жалғыз дауысты дыбыс пен сөздер тасымалданбайды екен. Жарайсыздар балалар. Бәрекелді. Бүгінгі сабақты түсіндіңіздер ме? Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсің бе оқушым? Бүгін тағам және сусын бөлімін оқуды жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы ертеде адамдар қалай тамақтанған. Дүниетану оқулығының 72-73 бетінде берілген тақырып. Осы сабақта ертедегі адамдардың қалай тамақтанғанын, ұлы жібек жолы туралы білетін боласың. Түрлі ақпарат көздерінен деректер алып үйренесің. Кел, ендеше өткен сабағымызды еске түсірейік. Ол үшін бейнебаянға назар аудар. Амансыңдар ма, қарақтарым? Таңертеңнен бері көзілдірігімді іздеп жүрмін. Таба алмай әлек болдым. Қайда жоғалып кетті өзі? О, мынау не сау? О, бұл құмыраны менің атамның атасының атасы. Сонау жібек жолымен келген Қытай саудагерлерінің керуендерінен сатып алған екен. Содан бері қаншама замандар өткен. Ұлы жібек жолы дегенді білесіңдер ғой. Ол халықаралық сауда жолы. Көне замандарда ол жолмен керуендер Қытайдан жібек тасыған. Содан жібек жолы деп аталып кеткен. Ол керуен жолы Еуразия елдерінің экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына зор ықпалын тигізген. Жібек жолының негізгі желісі біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда салынған еді. Бұл өте ерте заман. Ол Қытайдың көне астанасы Тяньаньден басталып, таяу шығыс елдері арқылы сонау Италияның бас қаласы Римге дейін барады. Керуен жолдармен ондаған, жүздеген түрлі тауарлар тасымалданатын.
Әрине, алғашқы адамдар жабайы аң етін шикі жеген. Уақыт өте келе олар тағамды отқа пісіруді үйренген. Енді жібек жолы туралы не білесің? Сұраққа жауап бермес бұрын Ерден атайдың әңгімесін тыңдайық. Мысалы, Қытайдан керуен жібек тасымалданса, түркілер өзін аң терісі, жылқы мен құл сатып танытқан. Орта Азиядан әкелінген керамика мен кептірілген жемістер де кеңінен танымал болған. Сонымен қатар Иранның күміс бұйымдары, Византияның таңдаулы матасы, Үндістанның дәмдеуіштері, асыл тастары, Италияның сәнді шынысы үлкен табыс әкелген. Айтпақшы, ол замандарда басында айырбас сауда болған, ал кейін оның орнына алтын мен күміс балама ретінде қолданылатын болды. Бәрекелді. Сұраққа жауап беруге дайынсың ба? Ертедегі халықаралық сауда жолы қалай аталды? Дұрыс. Ұлы жібек жолы деп аталды. Неліктен сауда жолы ұлы жібек жолы деп аталды? Себебі Қытайдан тасымалданатын негізгі тауар жібек мата болғандықтан. Есіңе түсірші, саудагерлер негізінен қандай тауарларды тасымалдады? Суретке назар аудар. Жібек мата, ыдыс, зергерлік бұйымдар, асыл тастар, дәмдеуіштер, шыны ыдыстар, құмыра, қола, айна. Мұнан өзге тағы қандай тауарлар есіңде қалды? Қымбат аң терісі, жылқы, тағы басқа тауарлар. Ал саудагерлер қандай азық түліктерді тасымалдады? Дұрыс таптың ба? Әрине, бұл дәмдеуіштер, түрлі кептірілген жеміс жидектер. Ал сен білесің бе? Құрма өте ерте заманнан адамдар қолданып келе жатқан жемістің бір түрі. Саяхатшылар ұзақ сапарға шыққанда өздерімен бірге құрма алатын болған. Құрма адам ағзасына пайдалы дәрумендерге бай, құнарлы, дәмді болғандықтан оны шөл даланың наны деп атаған. Біле жүрейік, ұлы жібек жолы біздің еліміздің аумағын екі бағыт арқылы кесіп өтіп, Қытай мен батыс елдерді байланыстырған. Ұлы жібек жолы қазіргі Қазақстан аумағындағы Суяб, Тарас, Отырар, Испетшап, Баласағын қалаларынан кесіп өтті. Ерте заманда адамдар мейлінше өзен маңы, жол торабына қоныстануға талпынды. Қалай ойлайсың, неліктен? Дұрыс айтасың. Өйткені жол торабында сауда жасауға, қажетті тауарларды алуға мүмкіндік болды. Ал өзен маңында суармалы егін егуге өте қолайлы болды. Адамның жабайы дәнді дақылдар мен жеміс жидектерді теріп пайдалануынан егін егуді үйренгенге дейін сан мыңдаған жылдар өткен. Ал сол дәнді дақылдарды өңдеуге түрлі құралдар пайдаланған. Назар аудар суретке. Бұл не болуы мүмкін? Әлбетте, тас диірмен. Диірмен астықты ұнтақтап жарма, ұн жасауға пайдаланатын құрал. Ал сен білесің бе, ұннан жасалатын басты тағам не деп аталады? Әлбетте, нан. Яғни адам баласы ерте заманнан бастап нан пісіруді үйрене бастаған. Алғашқы нан бұл жарма және судың қосындысынан жасалған ботқа түрінде болған екен. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Өз біліміңді бағалау парағы арқылы бағала. Дескрипталарды мұқият тыңда. Ұлы жібек жолы деп аталу себебін білемін. Саудагерлер тасымалдаған азық түліктерді атай аламын. Сауда
халықтың ас мәзірінің түрленуіне ықпал ететінін түсіндіре аламын. Ертедегі адамдардың немен тамақтанғанын білемін. Үйренгеніңді басқаларға түсіндіруге дайынсың ба? Онда міндетті түрде сыныптас достарыңа хабарлас. Олармен өз білгеніңмен, ойыңмен бөліс. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау бол. Hello, dear students. Welcome to our online school. Let's start our English lesson. Today our topic is toys. Let's start. Listen and watch. What's in the toy box? Is it a doll? Is it a lorry? It's a bike and it's a scooter. What's in the toy box? Is it a football? Is it a teddy? It's a plane and it's a boat. What's in the toy box? Is it a monster? Is it a car? It's a kite. Poor biscuit. Now, let's do an exercise. Listen and choose. Number 1. It's a bike. Is it a bike? Yes. Well done. Number 2. It's a plane. Is it a picture of a plane? Of course. Fantastic. Number 3. It's a kite. Let's see. Is it a kite? Yes. Number 4. It's a boat. Is it a picture of a boat? No, this is a scooter. And the last picture? It's a scooter. Is it a picture of a scooter? No, this is a boat. Well done. Now let's do another exercise. Complete. Number 1. A kite. Let's find the word kite. Well done. Next. A plane. Fantastic. Well done. A boat. Boat. Oops. No, this is not a boat. This is a word bike. Well done. A bike. A bike. And the last one is A scooter. a scooter. Great. One more exercise. Listen and say. What's in the toy box? Repeat. What's in the toy box? It's a kite. It's a kite. What's in the toy box? It's a boat. It's a boat. What's in the toy box? It's a plane. It's a plane. What's in the toy box? It's a bike. It's a bike. What's in the toy box?
It's a scooter. It's a scooter. Well done. Now let's watch the video. Listen and watch. Alex, what's your favourite toy? My favourite toy is my kite. Thank you, Alex. Pat, what's your favourite toy? My favourite toy is my plane. Thank you, Pat. What's your favourite toy, Tony? My favourite toy is my teddy. Awesome. Thanks, Tony. Sam, what's your favourite toy? My favourite toy is my football. Thank you, Sam. What's your favourite toy, Jill? My favourite toy is my doll. That's my favourite toy too. Now let's do an exercise. Listen and put the pictures in order. What's your favourite toy? My favourite toy is my teddy. Can you see a picture of a teddy? Is this a picture of a teddy? No. Here's the teddy. Well done. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my football. Where's the football? Yes. Well done. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my kite. Can you see a kite? Is this a kite? No. Here's the kite. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my doll. Doll. Well done. And the last one is What's your favourite toy? My favourite toy is my plane. plane. So let's revise. Teddy, football, kite, doll, plane. Well done. And the last exercise. Look and say. What's your favourite toy? My favourite toy is my lorry. Repeat. My favorite toy is my lorry. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my robot. Repeat. My favorite toy is my robot. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my car. Repeat. My favorite toy is my car. Next. What's your favourite toy? My favourite toy is my teddy. Repeat. My favorite toy is my teddy. And the last one. What's your favourite toy? My favourite toy is my doll. Repeat. My favorite toy is my doll. Well done. Now let's revise the words. Listen and repeat. A teddy. A football. A kite. A doll. A plane. A bike. A scooter. A boat. Well done. This is the end of our lesson. Thank you. Goodbye.
екіншісі